Қайырлы күн баршаларыңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Ешқашан трендтен қалмайтын және де өте дәмді шоколадты торт, яғни пупи пай тортын дайындайтын боламыз. Алдымен менің арнама жазыла отырыңыз. Өте әдемі және де тойымды ерекше торт. Осы рецептпен дайындап көріңіздер. Бір жасағаннан шығады. Ал кеттік. Алдымен сары майға Қазақстан шоколадын қолдануға кеңес беремін. Тек Қазақстан шоколады ғана өте дәм береді. Микроволновкаға ертіп алдым. Енді жұмыртқа мен қантты миксерлейміз. Яғни де көбіктеніп, ағарғанша миксерлейтін боламыз. Жұмыртқалы массамызға, яғни шоколадымызды құйып, тағы да миксерлейтін боламыз. Миксерлеп болғанша, бұл жерде какао және де қопсытқыш, яғни разрыхительді қосып, міндетті түрде осылай араластырып алып, електен өткіземіз. Сол кезде, яғни корждарымыз үлпілдеп болып шығады. Нығыздалып, арасы піспей қалмайтын болады. Және де қоспамызды қасықтап саламыз. Бұл жерде барлығын салып жіберсеңіз, дұрыс араласпай қалады. Жиектеріне тұрып қалғандар түсіріп, тағы да миксерлеп, әдемі біркелкі болу керек. Сондықтан мұқият болыңыздар. Дайын болған қоспамызды есептей жібереміз, яғни таразының көмегі керек. Бұл жерде 1647 барлығы болса, 745 ыдыстың салмағын алып тастап, және де 902-ні 4-ке бөлгенде 225 шығады. Соны 4 коржға бөліп, барлығын жақсылап жайып шығамыз. Менде 25 диаметрлі формамен осылай сызып алдым. Сізде формасы болса да үстіне осылай жағып, ортасына көп үйіліп, жан-жағы аз болып қалмау керек. Осылай бір ұрғылап, ауасын шығарып аламыз. Көп жиі келетін сұрақтардың бірі, осылай креміміз дұрыс шықпай қалады дейді. Бұл жерде сливки өте маңызды рөл атқарады. Қою төменде қалып қалады. Сондықтан осылай жан-жағын ашып, жақсылап шайқап, біркелкі болу керек. Енді мына жерде менде 500 грамм, яғни көкөнттің крем-чизін салдым, және де 500 грамм сливки, 180 грамм қант ұнтағын қосып, жай жылдамдықтан жоғары жылдамдыққа дейін апарып миксерлейтін боламыз. Сразу жоғары жылдамдыққа қоймаңыз, барлығы шашырап кетеді. Мінеке корждарымыз дайын болды. Айтуды ұмытып кеттім. Менде 180 градуста 10 минуттай пісіріп шықты. Қатты көп пісіп кетсе де қатты болып қалады. Сондықтан піскен бетте осылай формамен жан-жағын кесіп аламыз. Крем осылай өз-өзін ұстай алу керек. Қараңыздаршы, өз-өзін ұстай алатындай, яғни біз шарики жасаған кезде еріп кетпес үшін осылай ауаларды шығарып аламыз. Қараңыздар, тесік-тесік болады, соларды шығарып алуымыз керек. Осылай лопатка көмегімен бір-екі рет араластырып аламыз. Кондитерлік мешокқа саламыз. Насадканы қолдансаңыз да болады, мен қолданбаймын. Дәл осылай бір тегізға кесіп, яғни шарики жасай беремін. Сол кезде де әбәдем болып шығады. Подложкаға дәл осы кремді жағып аламыз. Сол кезде арасы құрғақ болмайды. Қараңыздар, дәл видеодағыдай шарикалар жасап шығамыз. Қорықпаңыздар бітіп қалады деп 4-ке бөліп алсаңыздар болады, өздеріңізге ыңғайлы болуы үшін. Мінекей ортасына да осылай барлық жеріне кремді жағып шығамыз. Сонда бір 50 миллиграмдай кремді дәл бетіне жағамыз, құрғақ болмас үшін. Енді ганашымызды дайындайтын боламыз. Бұл жерде Қазақстан шоколадын қолдандым. Қазақстан дұрысырақ болады негізі. Бір қасық сары май және де сүтті қосып, микроволновка яғни ертіп аламыз. Шоколадта 1 минуттай суытып алыңыздар. Сол кезде құйылғанда барлығы ақ кетпейді. Мінекей осындай әдемі болып құйылады. Өте дәмді болып шығады. Қазақстан шоколады ғана арналған сияқты.
мерекелерде, қуанышты күндеріңізде осы тортты жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Дастарханның сәні өте әдемі торт және дәмді торт. Ал мен арнама жазылыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Барлығы қазақша рецепт. Сіздермен бірге болған әсемай. Пікірлеріңізді қалдырып, лайктарыңызды баса кетіңіздер.